Сәлематсыңдар ма балалар? Өлшем бірліктерді түрлендіру тақырыбы. Алдымен мына жазылғанды есімізде сақтап аламыз. Сосын бізге есеп шығару оңай болады. Тоннаны өлшейтін, яғни салмақты өлшейтін құрал таразы. 1 тонна 1000 килограмм. 1 килограмм 1000 грамм болады. Ал 1 метр 100 сантиметр. Яғни ұзындықтың өлшем бірлігі неке метр. Осы ұзындықты 100 сантиметр, яғни 1 метр дейміз. Неке. Ал 1 метр 10 дециметр. Ол қалай? Мынау 100 сантиметр жаңа 1 метр болды ғой. Олай болса, осы 100 сантиметр 1 метрді бір сөзбен 10 дециметр деп айтсақ болады. Мінеке. Ал 1 дециметріміз 100 миллиметр. Екеуі де ұзындықты өлшейтін құрал. Метр бұл үйді, тағда басқа да ұзын нәрселерді өлшеуге болады. Ал сызғышпен пішіндерді, тағда басқа нәрселерді өлшеуге болады. Бұл қысқа. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Және ұсақ таяқшалардың барлығын санасақ, 100 миллиметр. Яғни 1 дециметр тең 100 миллиметр. 1 сантиметр 10 миллиметр. Яғни миллиметр мұнда 1 сантиметрдің ішіндегі кішкентай таяқшалардың бәрін санасақ, осылардың бәрі миллиметр. 10 миллиметріміз 1 сантиметр. 50 000 килограммда 150 тонна бар. Ол үшін 1 тоннада 1000 килограмм. Олай болса 150 000 килограммды 1000 килограммға бөлеміз 150 тонна. Немесе 150 000-ның соңғы 3 нөлін қысқартып тастаймыз. 1000 болғандықтан 1 тонна. 9 килограмм 7 грамм. 9007 грамм. 9 килограммды көбейтеміз 1000 граммға. Және 7 граммын қосып жібереміз. Сол кезде 9007 грамм. Міне, мына 2 нөлі жазылады. Одан кейін бірліктерін қосып жібереміз. 0 мен 7-ні. 7 грамм. 1 килограммда 1000 грамм бар. 1 тоннада 1000 килограмм бар. Олай болса 4 тонна 19 килограммда 4019 килограмм бар. Яғни 4-ті 1000 килограммға тоннаны көбейтіп жібереміз. 19 килограммды қосып жібереміз. 4019 килограмм. 100 сантиметр 1 метр. Сонда 148 000 сантиметр 1480 метр. Яғни 2 нөлі соңғы қысқарады. Немесе 148 000 сантиметрді 100 сантиметрге бөлеміз. 2 нөлі қысқарып 1480 метр шығады. Дециметрді метрге айналдырамыз. 10 дециметр 1 метрге тең. Яғни дециметр метрге айналдырғанда 1 нөл қысқарады. 56 000 дециметрді 10 дециметрге бөлгенде 5600 метр болады. 45 000 миллиметрде қанша дециметр болатын табамыз. 100 миллиметрде 1 дециметр, яғни дециметр миллиметрге айналдырғанда 2 нөлі қысқарады. 45 000 миллиметрді 100 миллиметрге бөлгенде 450 дециметр. 280 дециметрді миллиметрге айналдырамыз. Дециметріміз аз таңбалы, миллиметріміз көп таңба болады. Дециметр үлкені. 1 дециметрде 100 миллиметр бар. 280 дециметрге көбейтеміз 100 миллиметрді, сол кезде ол көп болады. 28 000 миллиметр. Яғни соңына 2 нөл тіркейміз. Мінеке 280 дециметр көбейту 100 миллиметр, 28 000 миллиметр. 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. Мінеке 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. Мына кішкентай таяқшаларды санасақ, 1 сантиметрге дейін 10 миллиметр болады. 620 сантиметрді көбейтеміз 10 миллиметрге. Сол кезде 6200 миллиметр. Яғни 1 нөлді тіркеп жібереміз. 1 нөлді көбейтіп жібереміз. Сол кезде 6200 миллиметр. 10-ға көбейтеміз 620 сантиметрді. Ал 10 қайдан шықты десе, 1 сантиметрі 10 миллиметр бар. Мына 10 миллиметрді 620 сантиметрге көбейту арқылы 6200 миллиметр шықты. Осылайша есептерді түрлендіреміз. Өлшем бірліктерді түрлендіру үшін
нөлдерін соңына тіркеп немесе алып тастау, қысқарту арқылы есептейміз.